Баршаңызға сәлем. Бүгін мен брокколи мен цветной капустадан ерекше тағам әзірлеймін. Бұны салаттың орнына қоюға да болады. Ол үшін осылай брокколи мен цветной капустаның артық жерлерін кесіп, ұсақтап турап аламыз. Сендерге айта кететінім, осы кесілген брокколи мен цветной капустаны қайнап тұрған ыстық суға тұз салып, сол суда 5 минут қайнатамыз. Одан кейін суық суға тағы 2-3 минут салып қоямыз. Бірақ видеода көрсетілмей қалды осы қайнатып салқын суға салғаным. Бір кішкентай сәбізбен картошканы осылай турап аламыз. Бұларды қайнатпаймыз. Енді осыған соус дайындаймыз. Ол үшін жарты стакан зайтун майға 6 түйір сарымсақты майда үккіштен өткіземіз. Зайтун май ерекше дәм береді. Өз қалауыңыз бойынша дәміне қарай тұз, қызыл бұрыш, тәтті қызыл бұрыш, қара бұрыш саламыз. Енді осыны шанышқының көмегімен араластырамыз. Барлық көкөністерді осындай үлкен ыдысқа саламыз. Соусты үстіне құйып, жақсылап қолымызбен араластырамыз. Алдын ала пешімізді 200 градусқа ысытып қоямыз. Пешке қойғаннан кейін 20-25 минуттан кейін бір шығарып алып, осылай араластырамыз. Барлығы бірдей пісу үшін. Піскеннен кейін үстіне бір лимонның шырынын құямыз. Лимон күшті дәм береді. Бір стакан айранға бір кішкентай сарымсақты майда үккіштен өткізіп араластырамыз. Осыны піскен көкөністердің үстіне қоямыз. Міне дайын болды. Өте жеңіл болып шығады. Үстіне ұнталған жалбыз себеміз. Ас болсын. Каналыма тіркеліп, видеома лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Кездескенше.